Сәлем достар, сіздермен бүгін картофельный котлет жасаймыз. Ол үшін бізге бір келі картофеліміздің сыртын ашып, жуып, тазалап, отымызға қойып пісіріп аламыз. Міне бізде картошкамыз пісіп келді. Шанышқының көмегімен немесе картоп езетін көмегімен езіп аламыз. Дайын езілген картопымыздың үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, бір дана жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Міне бізде дайын барлығы араластырып. Енді осылай қолымызбен котлеттің пішімін жасаймыз. Енді осы котлетіміздің барлығын ұнға бұраңдатып аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, баяу отта қызарғанша пісіріп аламыз. Міне бізде картопымыз дайын, котлетіміз. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Түскі асқа өте керемет тағам.